Бәріміздің қайбір абыройымыз бар Құдайдың алдында. Бірақ Құдай тағала, әлемдердің Раббысы Құдай тағалаға, сізге кішірейіп, пендем менен сұраса, мен оған бермеуге ұялам дейді. Қараңыз. Міне бұл Құдай тағаланың осы әлемді жаратуындағы құдіреті. Көктемдегі көк шөбің күздің күні қурап кетеді. Қарасаң өліп қалды, бірақ көктемде қайтып тіріліп жатады. Шыбындар, аралар терезеде қыстың күні қатып жатады, көктемде жыбырлап қайтып тіріліп жатады. Ол да сізбенен біздің тірілетіндігімізге Құдай тағала ишара беріп жатыр. Бал арасы барып гүлді жейді, көтінен боқ емес бал түседі. Жібек құрты барып тұт ағашының жапырағын жейді, көтінен боқ емес жібек матасы шығады. Жәннаттың ішінде туалет болмайды, әжетхана болмайды дегенге қалай иман келтірмейсіз сіз? Иман келтіруіміз міндет болады осы нәрселердің барлығын көргеннен кейін. Қараңыз. Міне бұл Құдай тағаланың әл-Қудро сифаты. Осы нәрселерменен осындай аяттардың соңына түскен кезде қарамайсыңдар ма, ақыл жүгіртпейсіңдер ма, ой жүгіртпейсіңдер ма деген аяттардың соңына түскен кезде сізбенен біздің иманымыз күшейеді. Қараңыз. Ал енді әл-Қудро сифатынан кейін әл-Ирода сифатын имам Матуриди айтады. Аллах тағала Құран кәрімде айтады, фааллу лима юрид. Аллах тағала қалаған істеуші дейді. Ла юсалу амма яфалу ва хум юсалун. Алла істеген нәрсесінен сұралынбайды. Олар сұралынады деп сізбенен бізді айтып жатыр. Алланың құзырында біз Құдайға шағым айта алмайды екенбіз. Өйткені Құдай тағала мына дүниеде бүкіл сенің ақылыңа сыймайтын жағдайды жасап тастаған. Сенің бұл дүниеге алып келген екен Құдай тағала жалықтырған жоқ. Жастық шақ деген керемет шақ береді. Балалық шақ деген, одан кейін жастық шақ, жігіттік шақ береді Құдай тағала. Одан кейін бала сүйетін шақ береді. Одан кейін немере сүйетін шақ береді. Балаң өскенше, немерең өлгенше деп Құдай тағала сені жалықтырмай қартайтады. Сосын ана жаққа өзің дайындала бересің. Міне қазір ешқайсымыз айта алмаймыз, тезірек Құдайдың құзырына кетсек екені. Жоқ, біздің әлі көретін қызығымыз алда. Бірақ үлкен қарт аталардың, қария аналардың аузынан естіп жатамыз, ертерек кетсек екен, енді сол жаққа жасымыз келді ғой деп отырады. Сонда мен таңғалатын, қалай өмір сүргісі келмей ма бұлардың деп. Сөйтсе Құдай тағала жай ана жаққа дайындап тастайды екен ғой. Құдайдың мейірімі қараңыз. Бірден кетуге сізбенен біздің зауқымыз жоқ. Құшақтайтын қатынымыз бар, көретін жарығымыз бар, ішетін тамағымыз бар. Әлі сізбенен біздің ырызығымыз бұл дүниеде таусылған жоқ. Таусылатын күні Құдай тағала сол жаққа өзі реттейді. Ал енді одан кейінгі сифаты, осы сифат әл-Ирода сифатына біраз мәселені тоқтап кетуге болады. Түргеп тұрып су ішуге бола ма деп, түргеп тұрып су ішкен фотомды салып қойсам, отырып спишт па деп нақ қойыпты да, біреу жазып жіберіпті жаңа. Сол сияқты дұрыс пайғамбардың негізгі сүннеті отырып ішу суды. Ал түргеп ішкен хадисі де бар пайғамбар саллаллаху. Бірақ негізгі мына сүннетке амал қылынады. Пайғамбар саллаллаху Муслимде келген сахих хадис, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам суды ішті дейді, оң жағына қарады, жас жігіт тұр екен, жас жігітке қарады, мына жағына қараса қарт кісі тұр екен дейді. Енді пайғамбардың әдебі қарт кісіден бастау керек. Бірақ сүннеті оң жақтан. Бірақ жас жігіттен үзір сұрады дейді пайғамбар саллаллаху. Менің сүннетім оң жақтан бастау. Бірақ мына жаққа қарасам үлкен кісі тұр екен. Суды сол кісіге берейін ба, әлде сізге берейін ба дегенде жас жігіт айтты дейді, Алланың елшісі, сіздің аузыңыздан кейін ешкімнің аузы тимегенін қалаймын мен, маған беріңіз деп жас жігіт суды алды, сөйтіп айналдырып суды ішті дейді. Бұл енді үлкенге құрметсіздік деген сөз емес. Дәл сол секілді мешітке барып қалдыңыз, алдыңғы қатарда отырыңыз, құлшылықта сіз ешкімге бермеуге хақыңыз бар. Бірақ пайғамбардың екінші хадисіне амал қыласыз да, кішілер үлкенге құрмет көрсетпесе, оның иманы кемел болмайды дейді. Сөйтесіз де қарияға орын бересіз. Сонда екі нәрсеге, екі хадиске амал қыласыз. Қарияның батасын аласыз, екінші үлкенді құрмет деген. Үшінші, сіз барып тұрғанменен Құдай тағала сізге сол бірінші саптың сауабын береді. Айтпағым, ұстаз түргеп тұрып су ішті ғой, не болып кетті өзді деп жүрмеңізді деп айтып атқаным ғой. Әл-Ирода сифатында Алла тағаланың бір дақиқ, бір диққа, нәзік мәселелер бар. Жалпы тағдырға терең кіруге қайтарған шариғатымыз. Бірақ осының ішінде ғалымдар керемет ашықтап кетеді.
Алла тағаланың пенделеріне берген тағдырының ішінде дейді. Муаллақ тағдыр дейді. Ол ілулі тұрған тағдыр, пенденің өзінің таңдауына қалған тағдырлар бар дейді. Екінші, Аллах тағаланың өзінің берген тағдыры бар дейді. Алланың өзінің берген тағдырынан Құдай тағала сұрамайды дейді. Қазақша айтқан кезде мәжбүрлеп берген тағдыр. Ол не нәрсе десе, дене пішін. Мені Құдай тағала жаратпастан бұрын сұраса, Нұралы, бойың қанша болсын, мен 2:20 деп айтарым едім мүмкін. Бойы ұзын болған жігіт ол әлбетте әдемі көрінеді ғой. 2:20 деп айтуым мүмкін еді. Бірақ осы денені Құдай тағала маған лайықты қылды, осы Құдай тағала берді, ертең қиямет күні сұрамайды, Нұралы, неменеге 1:72 болдың сен деп сұрамайды. Одан сұралынбаймын мен. Дәл сол секілді қай жерде дүниеге келетіндігіңіз, қай жерде дүниеге келетіндігіңіз сізге айтпайды, Сарыағашта не үшін дүниеге келдің деп. Құдай тағала маңдайыңа жазды өзі, Сарыағашта дүниеге келдің. Сарыағашты Құдай тағаладан сұрап алған жоқсыз. Маңдайыңызға жазып қойды Құдай тағала. Сол секілді уақыт, қай уақытта, қай заманда дүниеге алып келейін деп сұраса, мен айтуым мүмкін пайғамбардың заманында. Жоқ, пайғамбардың заманында болсам, мен мынандай иманыммен, кім біледі, пайғамбарға қылыш көтерген мүшрик болатын бе. Бірақ осы заманда пайғамбарды танитын қылып, кішкене жүрегіме иман салып, Құдай тағала әйтеуір хидаят жолына бастап қойыпты, оған күпірлік етпеймін. Осы нәрсе қараңыз. Дене пішін, қай уақытта дүниеге келуің, қараңыз. Сосын не? Қандай? Қай жерде дүниеге келуің? Есептей беретін болсаң көп, ата-ана бар. Сен мысалы бала шағаң қанша болатын білмейсің әлі. Ол да бар мысал үшін. Құдай тағаладан перзент сұрайсың, 10 перзент бере ма, 1 перзент бере ма, оны Құдай біледі. Бермейді ма, Құдай біледі оны. Сол сияқты рызығың саған жасырын. Құдай тағала өзінің тарапынан беріп жатқан нәрсе. Бұдан сұралынбайсың Құдай тағаланың құзырында. Ал бірақ енді мына тағдырдан сұралынасын деген не десе, амалың. Сенің жақсы нәрсені Құдай тағала жаратып қойды, жаман нәрсені жаратып қойды. Таңдап жүргені сен, сенің тағдырыңды жазып жатқан Құдай тағала таңдауыңа сай. Сол себепті ертең сұрайды: "Ей пендем, не үшін намаз оқымадың? Ей пендем, не үшін жұма бойы болып жүре бердің? Ей пендем, неге ата-анаңа жақсылық қылмадың? Ей пендем, неге ата-анаңды жылаттың?" Таңдау берілген сізге. Осылай айтып тұрсам, бір жігіт айтады: "Қалай ол таңдау берілген? Тағдырды жазып қойған болатын болса Құдай тағала, бәрі Алладан деп айтамыз, сонда не болып кетті?" дейді. Мен айтам, қарының ашқан кезде Алланың қалауы ғой. Алланың таңдауы. Таңдау емес деп айта алмайсың. Алланың қалауы, қарынды аштырып тұр, енді өйстіп аш жүре берейін деп айтпайсың. Жаның шығып кете жаздайды, барып тамақ жейсің. Дәл сол секілді күн ыстықта Алланың қалауы осы күннің астында мен шыжып тұра беруімде жоқ, көлеңкені барып таңдайсың. Кондердің астына баруы мүмкін. Таңдау жүріп жатыр сенде. Міне Құдай тағаланың құзырында да таңдау осындай болады. Қараңыз. Сол үшін Алланың құзырында не қыламыз? Осы мәселеден сұралынамыз. Қараңыздар.